Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарылымда дәмді алма қосылған чизкейк дайындайтын боламыз. Ең алдымен біз алмаларды жуып тазалап, дәл видеодағыдай кубик етіп турап аламыз. Туралған алмаларды алып, табаққа саласыздар және қант қосамыз. Жарты лимонның шырынын сығып аласыздар. Қайтадан барлығын жақсылап араластырасыздар. Суы шыққаннан кейін астын өшіріп қоямыз. Онды илектен өткізіп саласыздар. Бөлме температурасындағы майды салып, қамырды үгітіп аласыздар. Бетіне қант саласыздар. 3 жұмыртқаның сары уызын саламыз. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырып, формаға салып шығасыздар. Қамырды формаға салып болған соң, начинка дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоясыздар. Бөлек табаққа 3 жұмыртқаның сары уызы, қантты салып, миксермен араластырып аламыз. Аппақ болып көпірген соң, кукуруз крахмалы және қаймақты салып, қайтадан миксермен араластырамыз. Тоңазытқыштан қамырды алып, ең алдымен бетіне алманы жайғастырып шығасыздар. Одан кейін барып, сұйық қоспамызды саламыз. Ал бетіне артылып қалған қамырды салып шығасыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минутта пісіріп аласыздар. Алма чизкейкі дайын болды. Достар, сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі өте керемет, әрі жұмсақ болып шығады. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, видеоға лайк басып тіркеліп қойыңыздар.